көз, асқабақ, қаңқа сүйектер мен құбыжықтарды көрсек, ең алғаш есімізге не түседі? Әрине, Хэллоуин. Хэллоуин жыл сайын қазанның 31 күні атап өтілетін батыс елдерінің дәстүрлі мерекесі. Оның атауы All Hallows Eve, яғни барлық рухтар кеші деген сөзден шыққан. Хэллоуин мерекесінде адамдар өз ауласын асқабақтан ойылған шамдармен әсемдеп, қорқынышты киімдермен бетперделер тағады. Асқабақ демекші, осы арнайы ойылып, ішіне шам салынған асқабақтарды Джек шамы деп атайды екен. Бұл мерекенің тарихы сонау кельт тайпасынан шыққан. Ежелгі кельт халқы бұл күні жаздың аяқталып, қыс басталады, яғни жан мен рух әлемінің шекарасы ашылады деп сенген. Ал қазір бұл мерекені көбінесе көңіл көтеру, ойын-сауық мерекесі ретінде өткізеді. Көп елдерде жастар мен балаларға арналған кештер, карнавалдар ұйымдастырылады. Хэллоуин мерекесі Қазақстанда танымал болмаса да, ақш, Канада, Ұлыбритания, Ирландияда оны тойламайтын отбасы жоқтың қасы. Бұл мерекеге арнап тіпті түрлі фильмдер мен мультфильмдер түсірілген. Қызықты факт: Хэллоуин түнінде ай ерекше көрінеді деген сенім бар. Ежелгі халықтардың нанымына сенсек, осы кеште ай толық болса, тылсым күштер оянады деседі. Бірақ қазір ғылым тұрғысынан бұл жай ғана табиғи құбылыс екені белгілі. Ал сіз осындай наным сенімге сенесіз бе?